Әже, сыртқы ісіке мына сұйықты не үшін іліп қойғансыздар? Әшейінде ауланы тазалай қой десе, есілдердің ойын болып, мойын бұрмай кетуші. Түрің өрт сөндіргендей болып, оған неге қадала қалдың? Біреу көрсе ұят емес пе? Ата-бабаңның салтын сақтамай, мәдениетін мәпелемей, көрінгенге көрсек заңды танытқан ұят, балам. Біріншіден жаңа босанған әйел нәрестесінің мойны қатайып, бұғанағы беку үшін жаңа піскен мойын етін түгел мүжіп қою керек. Ал екіншіден сырттан келген қонақ босағада ілулі тұрған мойын омыртқасын көрсе, бұл үйде жаңа туған нәресте барын, құс қанатының желпуінен шошитын жас сәбидің барын біліп, үйге рұқсат сұрап, даудырамай кіреді. Басқа сәнім сән болып, тұла бойым тұлға бопты деген екен біреу. Ауланың басқа тірлігін тазалап, осы сүйек көзіңе сүйел боп көрінді ме? Бар апарып орнына іліп қой. Şay dayım bak. Жүргер балдар шай іші. Жүріңдер айналайын, шайды дайын. Жүре ғой. Атасы, атыңызды тегім деп емденген мына атыстарыңыздың қырқынан шығып, қылықтанып қалып біраз болды. Сізден рұқсат болса, нағашы жұртына хабар беріп, тойдың күнін белгілесек дейміз. Не айтарыңыз бар? Құдай бере сала қос қуанышым. Ане міне дегенше бұл да жетіліп қалды де. Менен рұқсат, тек барлығын ата дәстүрге сай етіп жасау керек. Алғашқын жеңдері ғой, жеңгенің түркінің де дайын шығар. Менің бір досымның үйіне бөпенің нағашылары бесік беріп жіберіпті. Айтуынша, барлық үрдісті өз дәрежесінде жасаған сияқты. Бесікті нағашылар әкелсе, бәрі де өз дәрежесінде өтеді деген сөз емес. Қазақта әр әулеттің өз бесігі болған. Нәресте алғаш бөлінген бесігінде тербелу керек. Себебі ол бесікте атасы, әкесі, немере бауырлары жатқан, солардың иісі сіңген бесік болу керек. Ене, сонда құдағыңыз бесігі келмеу керек пе? Олар көптен бері бесігін дайындап, сіздердің пәрмен күтіп отыр. Әже, ертеңмен үйленген деді, қан жұртыма бесік әкелме дейсіз бе? Ой, айналай. Аламау, саған сол уайым болып отырма. Алдымен үйленетін қыз тауып алсайшы. Бәсе неге оқыс келмейді десем, үйленетін ой бар екен ғой. Ұялтып білмеңіздерші, сабақты бір оқыған құшы, менің ерке қайнымда аяқ болсын. Шырақтарым, бұл дәстүрді мен қазір ойлап тауып отырған жоқпын. Кең байтақ Қазақстанның басқа өңірлерінің басым бөлігінде ежелден мұра болған осы салтты ұстанады екен. Білмегенге айтпасаң, білгендігің қайда деген. Сонда құдаларыңыз жақтан келетіндер, екі қолын қалтысына салып келметін шығар? Ренішің түсінікті қалқам. Олар жиендеріне қандай сый-сияпат жасаймыз десе, өздері білер. Тек бірнеше буынды жалғастырып, әулетіміздің құты болған бесігімізді жаңартамыз деп әуреленбегені абзал. Әжесі, сен ғой келінмен күнде сөйлесіп жүрген. Өзін жайлап айтып түсіндір. Ата дәстүрден жаңылдырған салты құдалар жаққа қалай жеткіземіз? Әр ханның тұсында бір сұрқылта дегендей, әр елдің бір айтқышы болады. Ертең жер астында жық шықты, екі қолағы тық шықты деген. Құдағы естемеген салты ойлап тауыпты, деп ренжіп жүрмесін. Я әже, біз ғой бір әулеттен перзенттері бір бесікке жату керек деген ең түсіндік. Ол кісілерге барып айтпасыңыз қиындау болады ау. Ай, жарайды. Дамыған заман ғой, бір мәнісі болар. Мама, қалдарыңыз қалай?
Амансыздар ма? Ой, айналайын алтыным, бізде бәрі жақсы. Өздерің қалайсыңдар? Құда жекжат аман ба? Барлығы аман есен, құдаларыңыз сіздерді бесік тойға шақырмақшы. Бірақ сіздер бесік әкелмеулеріңіз керек. Не дейді? Ол қайдан шыққан өнеге? Сонда не апарады екен біз? Қазір құдағыңыз сөзі түсіндіріп айтады. Құдағи, амансыз ба? Ауыл ел тегіс аман ба? Аллаға шүкір, бәрі жақсы. Сіздер жақтан жел тұрса да, су ақса да жақсы жаңалық күтіп отырған едік. Мына келініңіз аса қуанпай отыр ғой, тыныштық па? Қуанышыңыз ұзағынан болсын. Шошитын ештеңесі жоқ. Құдай сақтасын. Құдағи, келініңіздің орыс ұлтының отбасынан шыққаны болмаса, осы елде шыр етіп дүниеге келіп, өмір бойы қазақтың салтын санамызға сіңіріп өстік. Бірақ осы жасқа келгенше нағашылар бесік әкелмейді дегенді естімеппін. Оны орыс ұлтынан шыққан сіз түгілі, қаптаған қалың қазақтың ортасында отырған бізде әлі күнге дейін кем кетіп тұстарымызды қалпына келтірумен келеміз ғой. Сонда нағашылар бесік әкелмейді деудің сыры неде? Құдағи, қазақта шаңырақ, қазан, бесік деген киелі ұғым болған. Ата-бабамыз қанша шапқыншылық көрсе де осы үш киесін жанынан тастамаған. Алла нәсіп еткен өзіңіз білетін үш ұлдың бір қыздың анасымын ғой. Қыздан жиен бұйырып жатса, ол кісі елінің адамы. Ал енді осы үш жылдан тараған немерелерім бір бесікке жатып, бір-біріне бауыр екендерін сезініп өссе екен деген ниетім бар ғой. Ол ниетіңіз жақсы екен. Ең болмаса бесіктің жасау жабдығын апаруымызға болатын шығар? Құдағи, киім-кешекпен бүгінгі заман талабына сай жиеніңізге қажет заттарыңыздың бәрін әкелсеңіз де, сол бір қыздың қалың малына жетіп қалар. Маған салсаңыз көп шығынданбай қойғаныңыз дұрыстау. Себебі ертең қара табан болып жүре бастаған соң еліңізге нағашылап барып тұрады ғой. Жиен дегенді құр қайтармайтын қазақпыз ғой. Жиен келді дегенше жеті бөрі келді деген содан қалған шығар. Құдай сақтасын, құдағи. Бір қызымыздың өрбейтін қанша жиен болса да еркелігін көтеруге жараймыз. Мүмкіндігінше сіз айтқандай етіп жасауға тырысамын. Амандықта жолығайық. Айтпақшы құдағи, бесік тойға қанша ел келсе де сыйсыз қалдырмаймын. Тек ер азаматтар араласпаса екен. Оның да өз реті бар. Келген соң түсіндіре жатармын. Ал аман болыңыздар. Бисмиллахиррахманиррахим. Алас, күллі бәледен қалас, тіл дегеннің тілінен, көз дегеннің көзінен сақтай көр. Алас, күллі бәледен қалас, жаман көздің суынан сақтай көр. Шырын қандай тәтті қылығың, бала балапан, айналайын тіліңнен, айналайын түріңнен, бұлдыраңдап жүгірген бала балапан. Атасының бозығы, әжесінің бозығы, біздің үйдің қызығы, бала балапан. Осындай ұл бар мекен, осындай қыз бар мекен, жаным
Кудашалар, ата бабамыздың салтына сай бесікке салдық. Қазақтың қай тойы әнсіз өткен, құдағылар жағынан қонақ қаде болсын. Құдағи әніңізді жұптай отыр, айтыста айтарында ұнықтай отыр. Өзіміз бесік алып келмеген соң, үніміз жарқын шықпай отыр. Денеңіз мына салтқа өкпеліміз, ұстаған бұл үрдісті тектеліміз. Көрші елге көз жүгіртем деп жүргенде, қалып біз ата жолдан шеткеріміз. Бесікке мына тойға келген кезде, жеке концерт берейін деп бедіңіз, агигагым, агигай. Ал құдағи. Жүрегім мәзілене жылынғандай, жарайды отырмайын тіліңді алмай. Бесіксіз бес қатын боп жетіп келді, құдағи кел деген соң, шығынданбай игигай. Күйеуімсіз ешқандай тойға бармай, мен де еріп жүрушем бұрын қалмай. Енді үйге қайтамын қай бетіммен, барған соң болады екен күнім қандай игигай. Халық едік жанатын шырақ өртеп, бесік жайлы сұрақ көп мына елде. Бесік деген әйелдің той емес пе, еркектер жоқ қызғанатын мына жерде. Құдағи түсіндіріп мен айтайын, Құдай егер тұрса күтіп мына белде, агугайым, агигайым. Әнмен жүр рухани азығымыз, айтылды жарасудау әзіліміз. Қыз берген ел болған соң құдалардың еліне кеп айтқан бір наз үніміз игигай. Бұл үрдісті біз енді жат көрмеспіз, бесік тойға жасауды ап келгенбіз. Ата салт біздің алтын қазынамыз, салтымызды әрқашан жат көрмейміз. Игигай, игигай, игигай. Жаңғырып дәстүріміз дами берсін, сол дәстүрдің қызығын әрі көрсін. Осы той баршамызға жұғысты боп барған соң, дәл осындай сәби келсін. Атаның бесігінде жатқан ұлға батаның шарапаты дари берсін. Агигагым, агигагым, агигай. Ат сүрінгенше сөз табатын тапқырлық танытып, жанымызды жадыраттыңдар ғой. Періште көңілдеріңе риясыз ризашылығымды білдірем. Құдағилар, айтысы болсаңыздар, енді бір жақсы әнен болса. Құдағилар жағынан. Көзімнің қарасы, Gar
құдағилар, жат бауыр болу бесіктен деген міне бүгін ата-бабамыздың ұмыт болып, дәстүрімізден жаңылған тұстарын туралап өткізген керемет салты көрдік. Енді бір атаның балдары ісі сіңген бір бесікке жатып, бір-біріне бауыр екенін сезініп өседі. Ниеттеріңізге жеттіңіздер. Ал жиналған жамағат қазақта тойдың тамашасын бақпа, тағылымын бақ деген қанатты сөздер бар. Ертең сендер де бір елдің түтінін түзу ұшыруға тиісті жансыңдар. Бүгінгі тойдан ой түйе алдыңдар ма? Әрине. Иә, біздің әулеттің жауқазындары ғой. Ата-бабаларының тектілігін өз бесіктерінде сақтауды үйренген боларсыңдар. Түсінген боларсыңдар. Қыз баласы көкпарға бармайды дегенде жиі айтушы едіңіз. Ер адам бесік тойға келмесе, үлкен әжелеріміз бен апаларымыз біздерге ұрпақ тәрбиесінде қатысты көпшілік алдында ашық айта бермейтін көптеген дүниелер түсіндіре алады екен. Адам өмірінің алғашқы кезеңінде жасалуға тиісті маңызды нәрселерді де ұнықты түрде зерделеу үшін даңғазаға толы дүбірлі жиын емес екен. Үлкендердің үлгісін мұқият алатын ең керемет той осы бесік той екен. Жарайсың балам. Ендеше, ұрпағымыз ағайын арасында жат бауыр болмасын десек, балалар тектілігін жалғасын десек, беске байланысты ұмыт қалған осындай. Көне дәстүр өзінің жарасымды жалғасын табу керек. Оны насихаттайтын сіздер мен біздер. Әрине, өте дұрыс айтасыз. Енді бүгінгі бесік тойымызға жиендеріңізге арнайы әкелген сый-сияпаттарыңызға, жөн жоралғыларыңызға, көрсетіп жатқан өнерлеріңізге алғысымыз шексіз. Той-тойға ұласып, жекжаттық тек қана тойларда бас қоса берейік. Әумин айтқаныңыз. Әумин.